Саламатсыздар ма? Менің атым Лайық Нұрхан, және мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми ассистентімін. Бұл сөйлеу пәрменін тану әдістерімен таныстыруға бағытталған бейнежазбалар сериясы. Бұл бейнежазба деректер генерациясының екінші бөлімін қамтиды. Алдыңғы бейнежазбада біз кіріспемен және тез көмегімен синтетикалық деректер жиынтығын жасаумен танысқан болатынбыз. Ал бұл туториалда қазақ тілі корпусы 2-ні скрепингтауды қарастырамыз. Қазақ тілі корпусы 2 бұл өнеркәсіптік ауқымдағы бірінші ашық бастапқы коды бар қазақ тіліндегі сөйлеу корпусы. Ол телебағдарламалар, радио, сенат және подкасттар сияқты басқа жерлерден алынған қосымша деректерді қамтиды. Қазақ тілі корпусы 2 шамамен 1128 сағаттық жоғары сапалы транскрипцияланған мазмұнды қамтиды. Бұл 16 кГц жиіліктегі 520 мыңнан астам айтылымға сәйкес келеді. Біз бір пәрменді қамтитын транскрипцияларды анықтау үшін KSE2 деректер жинағын зерттедік. Айтылған сөздерден анықталған пәрмендерді автоматты түрде кесу үшін біз WOSC сөйлеуді тану моделін қолдандық. WOSC-тың орталық процессорға жылдам қорытынды жасау, танылған сөздер үшін басталу және аяқталу уақыт белгілерін беру, желіден тыс функционалдық және қазақ тілімен үйлесімділік сияқты бірнеше артықшылықтары бар. Сіздер оң жағыңызда KSE2 сөйлеу пәрменінің скрепингтау, яғни кесу алгоритмін көріп отырсыздар. KSE2-дегі әрбір транскрипция қызығушылық тудыратын команданың бар жоғын анықтау үшін зерттелді. Кем дегенде пәрмендердің біреуі анықталса, пәрменді және айтылымдағы сәйкес уақыт белгілерін тану үшін WOSC сөйлеуді тану моделі арқылы сәйкес пәрмен өңделді. Кейіннен анықталған пәрмендер уақыт белгілерінің көмегімен кесілді, яғни скрепингталды, және 16 кГц іріктеу жылдамдығымен WAV пішімінде сақталды. Ал мына слайдта сіздер KSE2-ден алынған пәрмендер статистикасын көріп отырсыздар. Оң жағыңызда сіздер деректер жинағының статистикасының кестесін көріп отырсыздар. Барлығы 35 команда үшін 230 мыңға жуық үлгі алынды. Дегенмен, алдыңғы слайдта байқағаныңыздай, деректер жинағы пәрмендер арасында айтарлықтай теңгерімсіздікті көрсетті. Оның өлшемін синтетикалық тез деректер жинағымен бірдей ету үшін 2430-дан астам үлгілері бар пәрмендер кездейсоқ түрде төмендетілді. Ал басқалары дыбыстық күшейткіштер арқылы арттырылды. Ал дыбыстық күшейткіштер туралы біз келесі туториалда айтатын боламыз. Нәтижесінде өңделген KSE2-дегі деректер жинағы 81365 үлгіні қамтыды. Бұл туториал үшін біз сөйлеу корпусын скрепинг файлымен жұмыс істейміз. Алдымен біз WOSC-ты орнатуымыз керек. Содан кейін қажетті пакеттерді импорттаймыз. Осыдан кейін біз CMD counter сөздігін анықтаймыз. Мұндағы кілт ол пәрмен, ал мәні анықталған және кесілген немесе скрепингталған пәрмендер саны. Сөздікті өзіңіздің пәрмендеріңізді енгізу арқылы өзгерте аласыз. Туториалда біз екі мысалды қарастырамыз. Олар сөйлеу корпус бумасында орналасқан, және оларға жаңа директория жасаймыз. Файлдары мен текстте файлдарының санын тексерейік. Ал енді WAV файлдарды тыңдап, олардың сәйкес мәтіндерін көрейік. Алға қарай 5 метр жүр, тоқта. Сосын солға қарай 2 метр жүр. Бұл аудиодан біз кесіп алғымыз келетін сөздер, олар алға, артқа, 5, жүр, тоқта, солға және 2. Жарықты қос, жазбаны оқы. Ал осы аудиодағы пәрмендер ол қос және 2. Біз қазақ тіліне арналған WOSC Speech Recognizer моделін жүктейміз. Ол үшін біз осы сілтемені орындап, WOSC моделін жүктеп алып ашуымыз керек. Таңдау жылдамдығы 16 мың, ал сенімділік ұпайы 0,15. Caldi Recognizer код үзіндісі WOSC құралдар жинағынан Caldi Recognizer класының данасын жасайды. Берілген кодта сөз деңгейін тануды қосу үшін setWords әдісі шақырылады. Бұл модельмен танылған сөздерді уақыт белгілерімен және сенімділік ұпайымен бірге көрсетеді. Сөз деңгейін тану мүмкіндігін қосу, сөйлеуді тану процесінен егжей-тегжейлі нәтижелерді алуға мүмкіндік береді. Әрі қарай WAV pass және TXT-passты for циклы арқылы өткізіп, файл атауларының сәйкестігін тексереміз. TXT файлындағы сөйлемдерді сөзге бөлеміз. Accept waveform аудио үлгілерін кіріс ретінде қабылдап, тану процесін орындайды. Сондай-ақ сегменттеу үшін бастапқы WAV файлын аудио сегмент арқылы жүктеуіміз керек. Соңында WOSC results'ты for циклы арқылы өткізіп, сөйлемдерді аламыз. Оның қалай көрінетінін түсіну үшін сөйлемді шығаруға да болады. Негізінде сөйлем сөздік ретінде берілген. Мұнда екі кілт бар: result және текст. Егер result болса, онда сенімділік ұпайы, басталу және аяқталу уақыты және сөздің өзі болады.
егер де шарттар қанағаттандырылса, басталу және аяқталу уақытын пайдалану арқылы сөздерді қысқартамыз, яғни скрепингтаймыз. Содан кейін оларды тиісті директорияға сақтап, анықталған және кесілген пәрмендер санын жаңартамыз. Ал енді скрепингталған пәрмендерді тыңдап көрейік. 5 жыр. Тоқта. Солға 2 жыр. оқы, Әрі қарай талдау үшін сөздікті pandas DataFrame түріне айналдыра аламыз. Осымен біздің туториал аяқталды. Келесі бейнежазбада дыбыстық күшейтулерді қарастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.